Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаның ерекшелігі ол табада дайындалады және де осындай өте керемет болып, сыры созылып, керемет болып шығады. Бұл видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін ол екеуін венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне біз 4 ас қасық майонезімізді саламыз. Оларды да жақсылап араластырамыз венчикпен. Одан кейін бұл массамыздың үстіне 9 ас қасық ұнымызды саламыз. Барлық құрамдары описаниеда болады. Енді біз осы массамызды жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерде 9 ас қасықтан кейін осындай масса шықпаса, онда кішкене ұн салуларыңызға болады. Енді біз осы қамырымыздың начинкасын дайындайтын боламыз. Мен осылайынан турап алдым, үкіштің үлкенінен сырымды өткіздім. Енді табамызды майлаймыз жақсылап, одан кейін осы тестамызды қолымызбен жақсылап формасын келтіріп, осы табамызға жайып шығамыз. Одан кейін оның үстіне кетчуп саламыз. Қасықпен жақсылап жағып алып, біздің жаңағы тураған начинкаларымызды салып шығамыз. Ең бірінші кезекте мен қызанақтан бастадым. Одан кейін шұжық, оның үстіне сырды салдым. Енді қақпағын жауып 10 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пиццамыздың піскен-піспегенін білу үшін біз осындай лопатка күрек алып, осылайна астынан жайлап қарайтын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай тесті қызарып піскен. Енді біз осы пиццамызды ыдысқа аударып аламыз. Мінекей достар, қараңыздар, өте керемет болып шықты. Сыры созылып, мен осындай ыдысқа осы пиццамды салатын боламын. Мінекей достар, бізде осындай өте оп-оңай 5 минутта дайындалатын пицца шықты. Өте керемет әрі тойымды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де описаниядағы менің инстаграмыма да тіркеліп кетіңіздер. Ол жерде мен осындай керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.